Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын осындай салат дайындаймыз. Ол үшін бізге алма, қызылша, грек жаңғағы, мейіз және қаймақ қажет. Алдын ала қайнатылған қызылшаны осылай үккіштен өткіземіз, теркадан. Алмамызды осылай тураймыз. Қандай түсті алма қолдансаңыз да өзіңіздің қалауыңызға қарай, қандай сортын қолдансаңыз да, қандай түсін қолдансаңыз да бола береді. Осылай көбіктеп тураймыз. Бізге осындай грек жаңғағы және мейіз керек. Грек жаңғағын осылай пышақпен майдалап тураймыз. Блендермен, әйтпесе басқа немен майдаласаңыздар өте ұсақталып кетеді. Сондықтан пышақпен тураған маңызды. Мейізді осылай бөліктерге бөлеміз. Дайын. Енді үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Мен қаймақ қолдандым. Негізі майонез қолдансаңыздар да болады, бірақ қаймақпенен өте дәмді болып шығады. Жақсылап араластырамыз осылай. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өте тез дайын болады. Өз қалауыңызға қарай әртүрлі формада жасасаңыз болады. Мен осындай форма жасағанды жөн көрдім. Енді осындай кондитерский мешокты алып, бір ас қасық қаймақ салып, бетін әсемдейтін боламыз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Мен осылай жасадым. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өте қарапайым жасалады, тез дайын болады. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.